Футболға бармайсың. Үлкен ұлым Бейбарыспен осындай қарсылықтар көп болды. Әкесімен де, менімен де. Біз баланың футболға деген құлшынысына нүкте қойғымыз келді. Сабағыңды оқы, доп деген не деген сияқты баланың спортқа деген махаббатын жоюға тырыстық. Бірақ түсініп, уақыт өте келе әкесін көндіруге барынша жұмыс жасадым. Егер біз қазір оны футболдан тежесек, ол бала сабақты керемет оқып кетпейді, басқа нәрсеге құлшынысы бола ма, болмай ма, ол тағы да екі талай нәрсе да. Сонымен мен әкесімен жұмыс жасап, баланы әрі қарай футболға баруына жағдай жасадық. Бір күні мынандай қызық оқиға болды. Балам таңғы сағат 7-де Павлодардан келетін болды, футбол командасымен бірге. Біз оны күтіп алған жоқпыз. Ол бізді күтіп алады деп ойлаған, басқа ата-аналар плакатпен жазу жазып алып, олар енді сол кезде ұтып келді. Балам бізді күткен, бірақ біз бармадық. Көңіл күйі болмай жүрді 2-3 күн. Неге сен көңіл күйің жоқ? Ұтып келдің ғой деп сұрап жүрміз. Бірақ кейін ойланып қарасам, ұсақ дүние болғанмен баланың уақытында қолдамағанымыздың өзі ол балаға кішкентай болсын стресс болып тигені анық. Кейіннен күліп айтып жатыр ғой, сіздерді күттім, бірақ сіздер келмедіңіздер. Бірақ кейіннен өзім жарайды осы футболға барып жүргеніме де, келісім бергеніне де рахмет деп өз-өзім жұбаттым дейді. Біз үлкен адам болғанмен де кейде тым артық кетеміз. Маған үлкен өмірлік сабақ болды. Максималды түрде қызығушылықтарын ашуына ата-ана жәрдем беруге тиісті. Кім болғысы келсе де, оның арманы, оған шектеу қоюға мүлдем болмайды. Ол бола ма, болмай ма уақыттың еншісінде.